Тұрғын үй проблемасы Қазақстандағы ең өзекті мәселе болып тұрғаны, әр азамат жеке үйге немесе пәтерге ие болғысы келетіні, үйдің бағасы және несие шарттары өте маңызды фактор болып табылатыны, кез келген адам қысқа мерзімде өз үйіне ақша жинай алмайтыны маңызды мәселеге айналып отырғанын көріп отырмыз. Ең төмен несиемен үй пәтер аламыз деп IC қаржы компаниясы мен отбасы мен жастарды қолдау қорына ақшаларын салған салымшылар бүгінгі күнге дейін үйлерін алмағандарын, сонымен қатар 50% салған қаражаттарын қайтара алмай жүргенін, салымшылардың шағымдарын есте кетейік. Я вложила деньги в компанию, получается, отбасы мен жастарды колдау қоры. Сколько деньги вложили? Я вложила 2 миллиона. Для чего вложили? Для покупки недвижимости. Недвижимости. Вы в каком городе хотели приобрести жилье? В городе Жезказган. Через 30 рабочих дней они должны прийти в исполнение. Но уже, получается, 2 июля я положила деньги, но уже ноябрь. А Гульбану Сапей, вы звонили к ней? Мы разговаривали, да, она постоянно оттягивает сроки. Ага. И что говорит конкретно? Говорит, что типа я сейчас не в городе, то я инвестиции получаю. Потом уже был разговор такой, что вот все, я уже прилетела, вы можете, у вас неделя срока, можете искать квартиру. И в итоге, когда я нашла квартиру, договорилась уже с покупателем, я звоню вот так, Гульбану Сапей, я нашла квартиру, ну что будем решать. После этого она перестала со мной общаться и отвечать на звонки. Я эту Гульбану в глаза еще не могу поймать. Не юриста, а компания. Отключенные все телефоны. А что вы хотите? Естественно, хоть бы кто-то. Ни Орлан не отвечает, ни это Гульбану не отвечает. Почему они со мной разговаривают? Давайте какую-то дату назначим. Я позвоню сюда и Орлан, и никто. Вот он нагло сегодня, я ему уже неделю звоню, он мне нагло не берет трубку, Орлан. Вот я ему сегодня 10 раз звоню. Вот я понимаю ваше состояние, вас много. Өздеріңіз көріп кеткендей, IC қаржылық компаниясының басшысы Гульбану Сапейді салымшылар таба алмай жүргенін, байланысқа шықпайтынын көре кеттік. Сонымен қатар бұл компания 10 жылға несие беретінін, құжаттарының барлығы бар екендігі, Profitbox бағдарламасы арқылы қаражат тартып отырғанын, рантье бағдарламасы бойынша қаражаттарының көбеюі туралы ақпаратты сол компанияның қаржы мамандарының түсіндірме жұмыстарын жүргізгендерін баяндап кетті. Мына қараңыздаршы, компанияның положениесі бар, сіздерге арналған, компанияға заявление жазып, сіз участник бола аласыз, несие алуға. Қолыңызда жартылай сомасы болса, 50% қалғанын IC компания сізге несие береді, займ береді. Договор консультанты бар. Гүлбану Сапей ханымнан бұл немене деп сұрап жүргенім, осы біздің Profitbox деген бағдарламамыз осы. Енді мен бұны қазақшалап айтқанда асар бағдарламасы деп түсіндірем деп өзім. Одан кейін қазір шығып отқаны біздің антикризис деген бағдарлама, антикризис деген бағдарламамен $13 осылай кіруге болады. Нау рантье, бұны халық француз тілінен алған рантье бағдарламасы дейді, яғни қаражатты көбейтті. Profitbox бір адамның артынан бірнеше адамды тарта отырып табыс көзін табатын бағдарлама екенін көре кеттік. Яғни бұл компания пирамидалық схемамен жұмыс жасап қаражат көзін тартып отырғанын анық көрдік. 2,5 миллион салғанмын, жер учаскасын аламын деп. Одан бері қарай уже олар өздерінің обязательно істеп атқан жоқ қой. Мен бір айдан кейін уже іс орнынан қозғалып, маған ақша қайтарылмағасын. Мен сразу бардым-да на президента этой компании Умара Ташенко написала заявление. Заявление написала о возврате своих денег. Куда писали заявление? Заявление там в офисе. В офисе написал на Умара Ташенко. У меня вот копии все. Зиваш апайымызда жер алам деп қаражатын салып, жер тұрмақ ақшасын ала алмай жүргенін де айта кетті. Сонымен қатар бұл компания кризис уақытын пайдалана отырып антикризис бағдарламасын ойлап тауып, сол антикризис арқылы қаражат көзін тартып отырғанын да байқай кеттік. Одан әрі бұл компанияда банк тілімен айтатын болсақ, депозит бар екендігі туралы, яғни sell счет деп аталатын депозитке ақшаны қалай салу керек екендігі, салынған ақша қалай көбейетіндігі туралы ақпараттармен компанияның басшысы Гүлбану Сапей бөлісті.
есть. деген негізі бұл консервативті есепшот. Бұның қадамы $5,000. Ең төменгі есепшоттың көлемі $5,000. Сонда сіздер $5,000 есепшот аша аласыздар, $10,000, $15,000, $20,000, $25,000, $30,000. $5,000 қосыла береді. Енді жаңа мына жақта сұрақ болды ғой, бақытлы ханымнан. Мәселен, 12 миллион теңге ақшасы бар болып тұрса, сол 12 миллион теңгені Жусан банктың жоғарғы курсына бөлесіз да, доллардағы мөлшерін шығарасыз. $30,000 есепшоттың 6%-ын төлейсіздер, содан кейін активациясының өзінің төлемі бар, ол мен қателеспесем $95. Мына $5,000, $10,000-ға шейін активациялық кірісі комиссиясы $60, $10,000-дан $30,000-ға шейін қателеспесем $85, одан ары қарай 100, сосын $110. Солай ғана көтеріледі. Сонымен өзімнің коэффициент бар, біз шетелдік есепшоттармен жұмыс жасап жатырмыз ғой. Сол коэффициентқа байланысты ғана активациялық жаңағы төлемі көбейеді. Ол $5,000 есепшоттың астына өзі $30,000 есепшоттың ашсын. Сонда өзінің $30,000-ын бізде сел есепшот деген табыс көзі болып есептелінеді ғой. Жүгіндіру бағдарламасында, егер де сіздер жаңағы Досжан мырзаны дұрыс тыңдап отырсаңыздар, екі табыс көзі бар. Жүгіндіру бағдарламасында сел есепшот арқылы дивиденд алып отырады. Ол біреуі әлеуметтік бағдарламаға жүгіндіру, екіншісі сел есепшотқа жүгіндіру. Дұрыс па? Осы жылдың тамыз айының 3 күні салымшылар арыздарын құзырлы органдарға тапсырған болатын. Сол салымшылардың у-шуынан бұл компания жұмысын тоқтатқан. Компанияның банктік лицензиясы жоқ екендігі, заңсыз жұмыс атқарғанын біраз салымшылар байқаған. АСИ халықаралық қаржы компаниясы мен отбасы мен жастарды қолдау қорына арыздар түсіп жатса да, басқа салымшылардан ақша көздерін тарта отырып, келісім шарттарға отырған. Сол салымшының бірі Ләззат апай да жәбірленуші атын алды. Мен осы компанияны отбасы жастар қолдау қоры деген компанияны естіп, роликтерін тыңдап, сайтқа шығып, бұлардың деген рекламасын көріп, маған өте қатты ұнады. Өйткені деген мен өзімнің ақшам квартира алуға жетпейтін еді. Сондықтан мен жан-жақтан сұрастырып біліп, квартира алып жатыр дегендердің адресін бір Эльмира деген апайдың адресін алып, үйіне барып, сөйлесіп, сол фирманың бергені рас бе деп сұрап, содан кейін мен жаңа фирмаға бардым ғой, Исайға. Қанша ақша салдыңыз осы отбасы мен жастарды қолдау қорына, АСИ компаниясына? 10 миллион. 10 миллион. Үй алам деп? Үй алам деп. Жилищная программа 40/60 деп. Қай уақытта салдыңыз ақшаны? 3 августа. Осы жылдың 3 тамызында сіз ақшаны салдыңыз. Енді осы күнге дейін ақша үй алдыңыз ба? Берілмеді, өйткені ақшам жоқ деді. Ол мен 3 август күні салдым. Одан кейін бұл кісі Украинаға кетіп қалыпты. Менің 30 күнім 30 күн, рабочий 30 күн біткен кезде бардым фирмаға. Сапей Жокин, Сапей Гүлбану. Бірақ ол кісі Украинада ақша алып беруге кетті деді. Сонымен кеше Украинадан келгеніне де бір талай болды. Ол транш түсет деп бәрімізді алдап келеді ғой. Қазір бүгін 3 ноябрь, әлі ақша да жоқ, квартира да жоқ. Өзіңіз қайда тұрып жатсыз? Мен қазір квартира снимать етіп жатырмын. Квартираға 120 төлейтін едім, двухкомнатный. Қазір өте қарызға батып кеттік. Өйткені деген бұл 10 миллионды беру үшін де қарыз алып, оның жартысы қарыз. Қарызға кіріп кеттік, сондықтан біздер қазір одан да төмен. 200-300 адам болуы мүмкін. Оның саны шексіз. Ал жаңағы үй алам, пәтер алам деген салымшылардың саны бір 600-ге жуық шығар деп ойлаймын. Оның арызданғаны қазіргі уақытта бір 20 шақты адамдары арызданды, бір 200 миллион үстінде ғой деймін. Қазір аталған қордың қызметкерлеріне қатысты қылмыстық іс қозғалыпты. Тергеу барысында заңсыз ұйымның лицензиясында болмаған анықталған. АСИ қаржылық компаниясы әлеуметтік желіде әйелдер форумында депутат Нұртай Сәбиленов пен компанияның басшысы Гүлбану Сәпимен суретке түсіп сөйлесіп тұрғанын және депутат Нұртай Сәбиленовқа отбасы мен жастарды қолдау қорының жоспары ұнады деп жаза кеткен.
Евразия каналының «Пендеміз ғой» деген ток-шоуында Нұртай Сабильяновтың аты-жөні айтылып кеткен соң, Нұртай ағамыз бізге телефон шалып айтылып кеткен компаниямен еш байланысы жоқ екендігі, Гүлбану Сәпи мен Гүлнәр Байымбетованы білмейтінін, жай суретке түскен сол қаржы компаниясына салған салымшылардың өздері де алаяқтармен бірге жұмыс жасайтыны туралы айта кетті. Тыңдай кетейік. Атымның 18 миллион сайлаушы бар, 18 миллион бәрі келіп түсем десе біз ешкімге қарсы емеспіз ғой. Бірақ біз оған қатысымыз жоқ, мен соны айтып қояйын деп. Сондықтан көп сене бермеу керек. Ана халық өздері алаяқтармен бірге жұмыс істейді де, іштерінде олардың өздерінде алаяқтар бар. Ана халықты пайдаланып ақша жинап отырған адамдарға жұмыс істеп жүргендер де бар. Олар да ішінде қазір сізге келіп, ой, бәрі алдан қалғаннан кейін осылай істедік, ана адамдардың атын пайдаланды деп айтты. На самом деле ол неге оған ақша берді? Көрдіңіз бе? Неге беріп отыр мәселе? Значит, олардың өздері де пайданы таппақшы болып, олармен бірге осындай іс-әрекетке барған деген сөз. Енді әбден ақшаларынан айырылғаннан кейін біреулердің атын қаралау керек, біреулерден нету керек, мүмкін солар ақша беретін шығар деген ниетпен олар істеп отыр. Біз енді көп заңды қатайттық қой сол үшін. Негізі заңды қатайтып ұсыныс жасаған кезінде біз оны. Ол пирамида деген қаржы пирамида істеген оғымда болмаған кезінде. Мен анандайларға сен көп сөйлей берме, ондайлардың ішінде жарты салайық. Оларды былай талай адамдар ана бізге келді ғой, алдан қалдық, етіп қалдық деп, соны жанашырлықпен хат жазып береміз ғой, құқық қорғау органдарына. Қазір айтса өздері ішінде бәрі қатысып. Просто форма шыққанда фотоға түскен болды, маған фотоға шақырды, мен түстім. Гүлбану Сәпи? Қытайдан келген ба, или Монғолиядан келген ба? Жоқ, осы жердікі Гүлнәр Байымбетова деген кісі бар, танитын шығарсыз. Мен просто шақырғанда мен кіргенде сөз сөйлеп бердім, шыққаннан кейін фотоға түсіріпті, бәрі елдіргеннен бірге фотоға түстім. Қалалық экономикалық тергеу департаментінде 214 бап заңсыз банк қызметін атқарғаны туралы қылмыстық іс қозғалды. Сонымен қатар қалалық экономикалық тергеу департаментінің баспасөз қызметкері қаржы пирамидасының күннен күнге көбейіп бара жатқаны, одан қалай сақтануға болатыны туралы азаматтарға арнап ақпараттарын бере кетті.